Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен 2025-ның хит пирогы Орео пирогының рецептімен бөлісемін. Дәмі ерекше, өте дәмді пирогтардың бірі, және де видео ұнаса каналға тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған 72,5 немесе 82,5% майымызды салып аламыз. Үстінен қантымызды және жұмыртқамызды саламыз да біркелкі масса болғанша араластырамыз. Мен Kenwood ас үй машинасында жасайтын боламын. Қолмен венчиктің көмегімен де жасауға болады. Кейін біркелкі араласқаннан кейін ұнымызды, разрыхитель және де какаомызды қосып, қамыр илеп аламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, қолға жабыспайтын, жұмыс істеуге өте ыңғайлы осындай қамыр болады. Дайын болған қамырымызды салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Немесе бірден жұмыс жасай беруге де болады. Келесі кезекте салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге магазиннің 20-25% қаймағы қажет болады. Міне осылай өлшеп салып аламыз. Үстінен 3 жұмыртқамызды, қантымызды және де жүгері крахмалын салып, біркелкі етіп араластырамыз. Пирогтарыңыздың дәмді шығуы тікелей осы салмасына байланысты, яғни қаймақтың дәміне байланысты болады. Сондықтан сапалы, дәмі жақсы қаймақты таңдаңыздар. Енді 24 диаметрлік формамызға осылай дайындап қойған қамырымызды әдемілеп орналастырып шығамыз. Бортиктарын шығарып, тегістеп, астын шанышқымен түйреп аламыз. Дайын болған салмамыздың үстіне Орео печеньесін кішкене үгітіп барып салып, жақсылап араластырып, қамырдың үстінен құйып, әдемілік үшін Орео печеньелерін осылай үстіне қойып шығамыз. 160 градус қызып тұрған пеште 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Бастапқыда пісіп шыққан кезде осылай кішкене томпайып тұратын болады, кейін ол басылып кетеді суығаннан кейін. Бөлме температурасында толық суығаннан кейін барып қана формасынан босатып, холодильникке салып, салқындатып ұсыныңыздар. Өте дәмді пирогтардың бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота.